Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер? Кейде өмірде кездейсоқ оқиға деп атауға болмайтын керемет оқиғалар орын алып жатады. Біреу басқаша емес, дәл солай болсын деп бәрін ұсақ-түйекке дейін арнайы ойластырып қойған секілді. Бүгін біз сіздермен дәл осылай кездейсоқ оқиға басына түсіп, жолы болып кеткен топ 10 адам жайында айтамыз. Видео басталмастан бұрын лайк басып және өзге де қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып кетейік. Ал біз видеомызды бастаймыз. Оныншы орын. Вирджиния Файк. Лотерея билетін сатып алғанда Вирджиния үнемі билеттерді бірдей үлгіде сатып алатын еді. Оларды көбіне ата-анасының неке жылына, олардың үйлену тойының жылына сәйкестендіріп алатын. 2012 жылы ол нөмірлері бірдей 2 лотерея билетін сатып алған еді. Нәтижесінде 2 билетте оған $1 миллион ұтыс әкелді. 9-шы орын. Гленда Блэквелл. Бұл оқиға алдыңғы оқиғаға ұқсас. Гленда есімді әйел күйеуіне лотерея өтірік екенін дәлелдегісі келді. 1 билетті сатып алады және бұл билет оған кездейсоқ $1 миллион ұтыс әкелді. 8-ші орын. Стив Флейк. Стив анасыз өскен болатын. Ол анасын көп жылдар бойы іздеді. Ол іздеу барысында анасының фамилиясын қате айтқан, бірақ оның анасы кездейсоқ табылды. Стив ірі супермаркеттер желісінде жұмысқа орналасқан еді. Оның бастығына Стив айтқан ананың есімі таныс болып көрінді. Белгілі болғандай, Стивтің анасы ұлымен бір супермаркеттер желісінде жұмыс істеген, тек басқа дүкенде. 7-ші орын. Сутамо Ямагути. Бұл кісіні тарихта ең жолы болғыш адамдардың бірі десек қателеспейміз. Себебі ол Жапонияға жасалған 2 ядролық шабуылданда тірі қалған жалғыз адам. 6-ші орын. Харрисон Окен. Харрисон кемеде аспаз болып жұмыс істеген. Ол орналасқан кеме кенет апатқа ұшырай бастаған. Бұл уақытта Харрисон дәретханада болған. Сол себептен ол кемеден дер кезінде шығып үлгермеді. Құтқарушылар суға батқан кемені 3 күннен кейін тауып алады. Ал Харрисон 12 экипаж мүшесінен тірі қалған жалғыз адам болды. 5-ші орын. Джоан Гинтер. Ең алғаш рет Джоан дүкеннен $5 миллионнан $4 миллион тапқан билетті сатып алған еді. 10 жылдан кейін ол 2 миллион, 3 жылдан кейін 3 миллион, 2008 жылы $10 миллион ұтты. 4-ші орын. Джулиана Көпке. 1971 жылы Джулиана Көпке Амазонка джунглінің үстіне құлаған ұшақта болған. Ол сүйектері сынып көптеген заттармен тірі қалған. Оны жергілікті ағаш кесушілер тауып алғанша, ол бірнеше күн орманда серуендеген. Джулиана сол апаттан тірі қалған жалғыз адам. 3-ші орын. Крис Датти, Майкл Бенсон және Крейг Хаскит. Бұл адамдар 2 күндерін жанартауда өткізген. Олар тікұшақпен бірге жанартауға құлап кетеді. Қуанышқа орай, олар ыстық жанартаудан тірі шыққан екен. 2-ші орын. Решма Бегум. Решма Бегум 8 қабатты ғимаратта тігінші болып жұмыс істеген. Ғимарат қалған кезде ол таң қаларлық түрде тірі қалған. Бірақ ол үйіндінің астында қалды. Қуанышқа орай ол азық-түлік пен су қорын тауып, құтқарушылар оны тауып алғанша 17 күн бойы үйіндінің астында өмір сүрді. 1-ші орын. Франо Селак. Хорватиялық музыка мұғалімі Франо пойыз рельстен шығып кетіп көлге құлаған кезде аман қалған болатын. Кейіннен ол ұшақ апатына шөпке құлап тірі қалды. Және ол бірнеше рет көлігімен жол апатына түсіп барлығынан тірі қалған. Осының бәрінен кейін сәттілік оны тастап кетпеді. Ол лотереядан $1 миллион ұтып алды. Ал сіздің соңғы рет қашан жолыңыз болды? Комментарийге жазып кетіңіз. Біздің видеомыз өз соңына жетті. Егер ұнаған болса лайк басып кетейік. Осыған ұқсас өзге де қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп кетіңіз. Қош сау болыңыз.